Сәлем достар, сіздермен бірге мен блогер Айбек. Алдында мен ВК группама пост шығарған болатынмын, қандай видео түсірейін деп. Сол жерге мен былай жаздым: қыстағы адам түрлері және де мен туралы 20 факт және де әңгіме айтудағы адам түрлері деп. Басқа типтер жайлы. Әйтеуір сондай екі тип және де мен туралы 20 факт. Сол кезде барлығы қыстағы адам түрлері де. Содан кейін қыстағы адам түрлеріне қателеспесем 3% ғана мына мен туралы 20 факт жетпей қалды. Сол кезде көбісі мен туралы 20 фактты көргісі келді. Және де қыстағы адам түрлерін көргісі. Бірақ мен қыстағы адам түрлерін түсіру үшін маған әлі заттар жетпей жатыр. Сол түсіретін заттарды бұйырса алғаннан соң сіздерге қыс бітіп қалмаса түсірем деген ойдамын. Мен видео түсірейін деп жатырған кезде өзімде 3-4 идея болады. Соның барлығын ВК группама салам, қайсысын түсірейін деп, қайсысы көп жинайды, соны түсіретін боламын. Сен соған өзіңнің ойыңды қосасың, сондықтан да астында сілтеме арқылы өтіп біздің ВК группамызға жазылып кет. Ал ендеше мен туралы 20 фактты тыңдаңыздар. Кеттік. Менің атым Айбек, руым Тоқабай, нағашым Әлім. Және де мен қазіргі таңда Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының қасында Қызылсай деген ауылда нөмір 4-ші орта мектепте 9-шы В сыныбында білім алып жатыр. Мен компьютерлік ойындарды ойнаған жақсы көремін, әсіресе CS:GO. Маған видеоны түсіріп монтаждауға жарты күн уақыт кетеді. Мен пицца, фри және жұмыртқадан басқа ас дайындай алмаймын. Тағы да бір факт, мен орысша өлеңдерге кавер айтқан жақсы көремін. Және де сен осындай каверлерді көргің келсе, мен айтқан каверлерді тыңдағың келсе, менің Instagram парақшама тіркел, оның да сілтемесі төменде болады. Сол жерден күнделікті прямой эфирлер ашып отырамын, андасында өзімнің историялар қарап отыра аласыздар, және де менде шығып жатқан менің өмірімдегі жаңалықтарды және де түрлі жаңадан шыққан фотолар, видеолар және каверлерді тыңдай аласыздар. Сондықтан да тіркеліңіздер, сілтемесі описаниеде болады. Және де маған көбінесе посылка ашу видеосы мен типтер жайлы видео түсірген ұнайды. Пианинода ойнағанды жақсы көремін. Өлеңдерді мәнерлеп оқығанды да ұнатамын. Маған сайыстарға қатысқаннан гөрі сол сайыстың жүргізушісі болғаны ұнайды. Болашақ арманым Алматыға оқуға түсу. Қандай мамандық екені әзірге құпия болсын. Алдағы уақытта ағылшынша тілді өте жоғары дәрежеде меңгеріп алғым келеді. Білмеймін, маған сабақты айтқаннан гөрі біреудің айтып жатқанын тыңдаған ыңғайлырақ. Және де осы фактты көбісі сұрайды. Бұл да факт болып саналады. Мен видеоны не затпен түсіресің дейді, мен видеоны телефонмен түсіремін. Алдағы уақытта студияны жаңарту ойымда бар. Арттағы фонды және де барлығын жаңарту ойымда бар. Мен өзімнің ата-анам мен бауырларымды жанымдай жақсы көремін. Және де өз көрермендерімнің барлығын жақсы көремін. Ал достар, міне бүгін сіздер мен жайлы 20 фактты білдіңіздер. Сіздерге қызық болды деген ойдамын. Алдағы уақытта енді сіздер осы видеоны лайкпен қолдап, комментарийға тағы да шығар деп жазып жатсаңыздар, мен туралы 50 факт немесе 100 факт әртүрлі шығаратын боламын. Видеоның соңында айтып кетерім, менің Instagram парақшама жазылыңыздар, және де ВК группамызға, және де маған ВК-дан друзья жіберіңіздер, және де осы менің YouTube-та екінші каналым бар. Ол жерде түрлі анимациялар, озвучкалар және де түрлі ойындарға летсплейлер және тағы да басқа қызықты заттар түсіремін. Сондықтан да жазылып кетіңіздер, барлығына сілтемесі описаниеде болады. Ал достар, сіздермен бірге болған мен блогер Айбек. Келесі видеоларда кездескенше, давайте достар.